Сегодняшний Дарин, да? Братья, вот 3 дня тому назад меня братья из Актюба звонят. Этому Дарин, у него вообще знания нету. Он в джаме учился, что ли? Он вообще не учился здесь. Аллах алам, где он учился. Да, бисмилля говорю. Значит, во-первых, то, что значит про Даруна, которые говорили, я не знаю, я где сказал такое слово, что он джахиль. Я не думаю, что я так сказал про него. Меня спросили, я сказал, что это человека я не знаю. Я не знаю. Я слышу, что он здесь бывал в Медине, но я не видел, что он в уроки, которые там ходили мы, уроком шейха Абдул-Мухсина Абада или другим уроком шейха Али Насра Факихи, Салих Сухайми, которые там большие ученые в Медине. Я не видел этого человека. Я не видел. И также, насколько знаю, он не учился здесь, не в джаме. И не знаю, сколько здесь побывал, я это не знаю. Ғайбат уже сол кезде басталып қойған. Сен сөйлеген кезде емес, сен біреу туралы жаман ойлай бастаған кезде. Оның не оққанын білмеймін, алдында шейхтің алдында отырған болса, не оққанын Құдай біледі. Құдай біледі, шынымен сен қаяқтан білесің? Мен білмеймін қазір сендер жүректерінде не бар екен. Жоқ, сендер менің жүрегімде не бар екенін білесіздер ма қазір? Білмейміз. Құдай білетін нәрсеге онда қол салмай-ақ қойық. Ниетін Құдай біледі деп. Ниетін Құдай білетін болса, жаман сен айтпа, жаман ниет деп айтпа онда. Сен де білмейсің оны. Жаман ойдан сақ болыңдар дейді. Сол үшін бауырлар, сөзімізді тиянақтай кеп айтатыным, анау мынау әңгімені көйте бермеңіздер. Шейх Фаузан Рифқан әхли сунна би әхли сунна деген кітабында сол жақта оқып жүрген кезде тегін таратқан бәрімізге. Абдул-Мухсин Аббад тегін таратқан. Юхда вала юба тегін таратсын, сатылмасын деп жазып тұрып таратқан. Сол кітаптың ішінде көрсетіп тайға тамға басқанда аят хадистер ғалымдардың сөзінен кейін тайға тамға басқан деп тұрып былай деп айтады да, қазір іліміздеп жүргендердің арасында телефонмен звондап бір-біріне пәленше туралы не деп айтасың деген шығып дейді да. Ананың мынандай деген сөз бар екен, не дейсің ол туралы деген бар. Тастаңдар ол нәрсені дейді да. Керек емес ол нәрсе дейді да. Қойып қойыңдар ол нәрсені дейді. Абдул-Мухсин Аббадты алдында оқыдым деп, неге онда Абдул-Мухсин Аббадтың осы сөзін айтпайсың онда? Сол кітапта келтіреді сәләфтардың бір сөзінен. Бір іс бар дейді да, тура тапсаң сауап таппайсың дейді, қателесең күнә аласың дейді да. Ол бауырың туралы сөйлеу дейді да. Пайдасы нәрсе не керек бар? Және келтіреді сәләфтардан бір сөзді Абдул-Мухсин Аббад. Иза раайта мин ахика шей'ан такраху дейді. Бауырыңнан бір ұнамай тұрған бір істі көрсең дейді, кемшілігін көріп қалсаң бауырың, сөзінен, ісінен, жүрісінен. Айт дейді, лааллаху лаху узран. Бір себебі бар шығар, причинасы. Енді сол болай болып тұрған шығар, тұрып сүйіп атқанын көрсең, тізесі ауырып қалған шығар. Сақал қысқартпағанын көрсең, біреу қинап жіберген шығар. Бір причина бар шығар деп. Абу жақта келіп, әхлі суннада жүрген бауырлар, сол үшін Абдул-Мухсин Аббадтың кітабы Рифқан әхлі сунна, сүннетпен жүргендер, бе әхлі сунна, сүннетпен жүргендерге кішкене жұмсақ болсаңдар деп жатыр да. Кітаптың аты сондай. Құрандағы жаңа аятты айтып кетейік. Аллах Құранда айтты: "Я юхаллазина аману, ей иман келтіргендер, ижтанибу касира миназ зон." Көптеген ойдан сақ болыңдар. Инна ба'да зонни исм. Неге? Өйткені кейбір ойлар күнә дейді. Тәпсірде келеді, бұл не нәрсе екен? Ширк туралы ойнаған күнә ма, анау туралы ойнаған күнә ма, нифақ ойды айтып жатыр ма, басқа айтып деп, неше тәпсірлейді? Ең дұрыс тәпсірі көп жеткені, өйткені аятты тәпсірлейді негізі. Құранмен тәпсір ең күшті. Бұл бауырың туралы жаман ойлау екен да. Егер сенің жүрегіңде тауқид ұстаған мұсылман бауырыңа деген жүрегіңде бір жанашырлық емес, жеп көру, ыза, атын естіген кезде түршігіп бит тұрсаң, сенде проблема бар. Құран аятын оқыда Құдайға жалын, сенде ауру бар. Қандай дұға бар? Келеді Құранда. Раббана ғфир лана ва ли ихванина аллазина сабақуна бил иман ва ла таджал фи қулубина ғиллан лиллазина аману. Алла жүрегімізде иманды адамдарға, иманды бауырларға деген жеп көрінішті қалдырмаш, алып тасташы дейді. Жалын Құдайыңа, бауырыңды сүйе алмай жатсаң. Естіген кезде жының келетін болса, амандасың келмесе, жалын, сенде ауру бар. Құран аяты бар, сол дәрісін беріп қойды Құдай. Жаман ойлаудан тыйыл деп жатыр да Аллах Тағала. Неге? Өйткені кейбір ой күнә дейді. Ғайбат ауыздан біреу туралы ғайбат сөйлеп өзінен шықпайды. Ғайбат ол уже
үлкен аурудың патологы. Кәдімгі рак деген сияқты. Рак өзіңіз пайда болмайды да, ракқа причина пайда болады. Тамаққа, нервке, ашуланған деген сияқты. Ғайбат сөйлеу үшін причина пайда болады. Ғайбаттың ең бірінші причинасы біреу жаман ой ойлау. Түсінесіздер ма? Келмей жатып, білмей жатып, жүректің түңілі үңілген сияқты болып кетіп жатырмыз да. Аллах Құранында бір аятпен енді аяқтайық, уақытымызда болып қалды ғой. Оны Абдул Мухсин Аббад кітабында да келтіреді. Хужрат сүресінде мен тәпсір болдым, ол да болған. Бір бауырларымызға Алла разы болсын, мен риядта енді оқып келсем, мен білмеймін бұл жақта фитна болып шығып жатқан ше. Вообще мен бұл жақта жүрген кезде, осы мен риядқа кетіп бара жатқан кезде бұл жоқ еді, бұл фитна ше. Қазір 3 жыл болып қалды ғой, жаңа 3 жыл деп айтып жатқан сол, осы фитна жатқан. Риядтан келсем, түсініксіз бір бәле да Қазақстан. Ибрахим бауырымыз отыр, пәленше жігіттерді оқытып едім 1 жыл. Амандаспайды дейді. Түсінбеймін, неге амандаспайды? Амандаспайды. Сен келдің? 1 жыл барсам, бір бауырлар амандаспайды дейді. Қой деп шақырды, дәке бір уағыз ашып. Барсам амандаспайды шынымен. Кеп отырдым былай, шынымен де қарайшы, қойшы, неужели амандаспайды бұл? Не болып қалды деп. Шоқ бардай шоққа бар сақалымен жігіттер кіріп келді да, солай бүйтіп қарап. Не жылу жоқ, не басқа жоқ. Дұшпанын көріп тұрғандай да. Дұшпаныма жасайтын қылықты істеп тұр да. Аллах Құранда деп айтқан мұсылмандарды Мұхаммадур Расулуллах ашидда алал куфар рухамау байнахум, өзара мейірімді деген да. 1 грамм мейірім жоқ. Кіріп келді да. Сон жаңағы бауырлар не қылып, салам алейкум десе, қарағанда жоқ бетіне. Деп отыр. Не үшін десем, бидағатшымен амандасуға болмайды дейді. Осы күйінде кетіп ада да. Сол кеше, сол бишара сүннетті білмей жүрген кезде, сол ширк істеп жүрген кезде, бейнамаз арақ жүрген кезде таухидке алып келген бауырлар еді солар. Осы тұрған бәрінің біреу себепкер болды осы жерге. Құран тыңдауға, мешітке келуге, бір Алла деп айтуға, палшыға кетіп қалмауға бәріңе біреу себепкер болды да. Кейін айтады, "Уала таджассасу" дейді. Кемшіліктеріңді іздеме. Таджассус 2 қырағаты бар, бұның тахассус деген таджассус бар. Таджассус дегеніміз өзің біреуді аңды деп отырасың да, жеп. Неге аңдып отырасың? Өйткені сен оны жеп көрдің. Жеп көріп қалдың да. Арабтарда мақал бар. Адам біреуден риза болса, кемшілігін көрмейді дейді. Біреуге ренжісе, жақсылығын көрмейді дейді. Сен ренжіп отырсың адамға. Сен жеп көріп отырсың. Сол үшін оның бүкіл сөзі, жүрісі, тұрысының бәрі саған минус сияқты. Ол күлсе, даңдайсып кетті дейсің. Ол бүйтіп отырса, бір бәле дейсің да. Ал жақсы көрсең, күліп отырса, қандай мейірімді адам дейсің да, ақ көңіл. Қабақ түйіліп отырса, бір проблемасы болып отыр ма екен, көмектесіп жіберейін ба? Қалай ойлайсың, солай көресің, болды адамды. Көз мына жақтан басталады, мына жақтан басталмайды. Мына жақтың көзі қалай көреді, мынау көз солай көреді. Бірінші жаман ойлағаннан кейін барып, адам кемшілік іздей бастайды. Әйтпесе біреуден кемшілік іздемейсің. Аңдып, лекция бардың анау мына жерде, "О, пәленше дәге 11 минут 15 секунд ішінде сіз былай деп айтсыз." Сенбесеңіз барып қараңыз. Мәз болып, үйтіп, бүйтіп, даңғыра қылып, үйтіп, бүйтіп, бір бауыр оқып келген жігіт еді. Ананда әңгіме болды, үйтті, бүйтті, хавариш деді, скрити такфир деді, үйтті, бүйтті. Енді Аллах бауырымыз оқыған жігіт қан, дәрежесін көтеріп, жәннаттың жолын айтып, жету нәсіп етсін, бала шағасына бәріне береке берсін. Ол бауырымызды біз ойлағаннан артық етсін. Бірақ сол бауырымыз бір әңгіме таратып жіберді. Сосын бір күні бір қоймай қойшы, жамандай берсін. Проблема, ол жамандап, мен жамандап жатқан жоқпын ғой. Ол өз жамандап, ол әркім өз сөзінің авторы, өз жауап береді. Мен жамандамасам болды ол бауырым деп жүрдім. Кетті, бірақ та балалар ірітке кіре бастады да. Анау келеді, ұстаз былай деді, мен ұрысып қалдым онымен. Мынау былай деді. Вообще его не слушать, өте опасный. Скрытый такфир, өте қауіпті. Открытый такфирден де жаман деген сияқты. Сосын айттым, бауырым, сен оқыдың ғой. Сен білесің ғой қалай насихат жасауды. Сен менің қай жерде тұрғанымды білесің, телефонымды білесің ғой сен. Неужели жаның ашитын болса, маған бір уақытыңды бөліп келіп, дәке, мынауыңыз дұрыс емес деп айтсаң, мен сенен де ілімі төмендердің ақылын тыңдап жүрмін. Болмай ма? Десем, сен маған повод бермейсің ғой дейді.
келетін болсаң сөйлесеміз дейді да. Как будто мен оны қуалап жүруім керек сияқты да. Келіп айтсын, менде проблемасы. Мен проблемасыз болмаймын ғой еш уақытта. Сахабалардың өзі пайғамбарға келіп сәжде қылып қойған болатын болса. Сол үшін Құранда айтқан бірінші жаман ойлама дейді, одан кейін кемшілік тәжассус деген кемшілігін аңдып отырма дейді да. Және бір қырағатта тахассус деген өзің аңдамайсың, біреуден сұрайсың да, барып тыңдап көрші ана. Сосын айтып берші, біреуді аңдытасың. Ал любой осы отырған бәріңді шындап тұрып аңдитын болатын болсақ бір-бірімізде. Бар ғой қазақта. Күндіде біреу күн дейді ау, жарқыраған нұр дейді ау, бірақ күннің бетінде қарадақ барын білмейді дейді ғой. Орыста мақал бар. Жақсылап тұрып қарасаң, и на солнце черный пятый увидишь дейді ғой. Жақсылап қарасаң. Жоғалда осы бәріміз періштеміз ба? Тіске тіген тіл біледі дейді да. Ешқандай кемшілік жоқ па? Тақуамыз ба? Біліміміз деген Фаузанмен деңгейіне жетті ма? Тақуалымыз жоқ, жаңағы сахабалардың деңгейіне жетіп кетті ма? Бәріміздің кемшілігіміз толып жатыр ғой. Дұрыс па? Құдай қанша кемшілігімізді жасырып тастап жатыр біздерді. Елге әшкере қылмай. Бізден жақсы адамдар айтқан, Аллах Тағала егер күнәға иіс беретін болса деген, "Уалан яджис майя ахадун", менімен бірге ешкім отырмас, сасып кетер едім деген да. Ара сияқты болуымыз керек. Ара деген не? Гүлдің ішіне барып қонады да бал жасайды. Шыбын сияқты емес. Шыбын деген денең бәрін жуып таптасағыш. Бір жерден бір нәш жер тау болады да іздеп жүріп тау болады да сора барып қонады. Бір бауырды біреу барып жауандайды. Оның 1000 сөз бар, 1000 сөз ішінде бір 3 сөз үшін бітті ол уже. Ешкім емес та. Болды. Ондан 999 сөзін не істейміз ананың бәрін? Алла лақтырып жіберейік па сол 1-2 сөз үшін? Ғалымдар айтқан сияқты, үлкен көлемдегі су азын-аулақ нәжіске бола бүлінбейді дейді да. Сонда кемшілігіңіз демейді. Ол үшінші бар не дейді? Вала яғтаб бағылукум бағда. Бір-бірлерін ғайбаттама дейді. Ғайбат не жаққа басталып қойған етін. Қазақта мақал бар. Ауырып дәрі іздегенше ауырмаудың жолын ізде дейді да. Омар Рызаның айтады, адамдар туралы ойласаң жүрегің ауыра береді дейді. Аллах Тағала туралы ойласаң жүрегің нұрлана береді дейді да. Аллах Тағала туралы көбірек ойлайық. Дінге келмеген ағайын жұрттарымызға дінді үйретуге тырысайық. Қазір мына жерде отырмыз. Біреудің қазір әкесі арақ ішіп келіп, әйелін тепкілеп қабырғасын сындырып жатыр. Қазір біз жерде рахаттанып отырмыз. Өзіміздің қаракөз қазақтың қыздарын қазір біреу әкетіп барып зорлап жатыр. Біз мына жерде спокойно отырмыз. Біреудің үйінде зинақорлық жасалып жатыр. Біз мына жерде спокойно отырмыз. Біреудің әке-шешесі мас болып арақ ішіп, емшектегі баласын ұмытып кетіп азанға дейін жылап жатыр. Еметін сүт жоқ. Шешесі мас. Біз спокойно отырмыз мына жерде. Біреу қазір наркотик сатып жүр. Біз мына жерде спокойно отырмыз. Біреулер интернетте жаман суреттерді көріп істеп жатыр. Біз мына жерде спокойно отырмыз. Біреу қазір ұрлыққа дайындалып жатыр. Нарда спокойно отырмыз, біреуді қазір өлтіріп жатыр. Оларды да құтқару керек. Сол үшін өте маңызды мәселелерге көбірек күш жұмсаңыздар, бауырлар. Қойыңыз. Мен де ешкімнің соңына түспеймін. Ешкімді мен жамандап деп жамандағым келіп отқан жоқ. Олардың айтқан тура болса, Құдай мені кешірсін. Олардың қателік болатын болса, Құдай оларды кешірсін. Бауырларым туралы жақсы ойда білейік. Татулық керек. Біз бәріміз бүтін болып кетпейміз. Біреумізде білім болса, біреумізде тәжірибе, біреумізде ақыл, біреумізде дүние, біреумізде бәрі нәрсе бар. Біз сол әрқайсысы 5 саусақ бірдей емес. Былай болғанда, яшудду бa'духу бa'дан, бір-бірлеріңді күшейтетін болыңдар дейді да былай. Сонда жау алмайды бізді. Бүйтіп жүретін болсақ, мынаны сындырады, ананы сындырады. Мен ананы жамандасам, өзім басым аман қалады деп ойдан аулақ болыңыздар. Арабтарда бір мысал келтіреді. Бір сайда ақ сиыр мен көк сиыр жайылып жүретін еді дейді. Қасқырлар келіп жейін десе, екі сиыр тату, екі мүйізін екі жақ қаратып, бір-бірінің артын қорғап, жолатпай қасқырлар жемей әбден әуре болыпты. Не істерлерін білмей қойыпты. Қасқырлар шарасы таусылғаннан кейін көк сиырға келіп айтыпты: "Ей көк сиыр, ақ сиырды қорғамай-ақ бізге бере салшы. Договорға келейік. Келісейік. Сен ақ сиырге қорғамасаң, оны жейміз. Саған тиіспейміз. Мына сайда жаңғыз өзің жайыласың. Сенің ғана даусың шығады, басқа сиырдың даусы шықпайтын болады.
Сенің ғана атың жайнады, басқаның аты шықпайтын болады. Сенің ғана сайда іздерің жатады, басқа сиырдың ізі жатпайтын болады. Сен шөп сенікі, жер сенікі, бәрі сенікі болады. Бересе сол ақ сиырды, саған жемейміз дейді. Сосын дейді, бере сапты да. Қасқырлардың 2-3 күннен кейін қарны ашқан екен, көк сиырға келіп тұр екен да. Енді ол өзін қорғайтын ақ сиыры жоқ. Сонда көк сиыр өкініп айтқан еді дейді. Укилту айндама укилат ас-саурул абиат деген екен дейді. Мені қасқырлар ақ сиыр жеген кезде жеп қойған екен ғой деп айтқан екен дейді. Қазір емес дейді. Бірімізге мүйізімізді емес, жауға көрсетіңіздер мүйіздеріңізді. Бірімізді қорғап, артымыздан қоршап жүрейік. Кемшімізді түзеп жүрейік. Аллах білмегендеріңізді кешірсін. Ел жұртқа тыныштық берсін. Әрбір отбасына береке берсін. Аллахтан сұрайтынымыз мұсылман қауымдардың Аллах тағала арын сақтасын, малын сақтасын, жанын сақтасын, әйел бала шағасын, жарын сақтасын Аллах тағала. Аллах тағала баршамызға Құран мен сүннеттен ілім нәсіп етсін. Оған лайықты амал нәсіп етсін, ықылас берсін. Аллах тағала жүрегімізде иманды орнатып оны көркемдесін. Бізге күпірлікті, пасықтықты, күнәларды жеп көргізіп, тура жолдан жүргізсін. Аллах тағала біздің жүрегімізге бауырларға деген махаббат орнатып рахаттандырсын. Бауырға деген хасат, көре алмастық, жеп көршті орнатып қинамасын біздің жүрегімізді. Аллах тағала біздерге айла ойлап, жамандық ойлаған дұшпандардың айласынан біздерді қорғасын. Залымды залымға соғыстырып, мұсылмандар арасына аман есен шығарсын. Елге тыныштық берсін. Өтіріктен сақтасын. Алла отырған баршамызға ақиқатты ақиқат қылып көрсетсін, оған еруді нәсіп етсін. Өтірікті өтірік қылып көрсетсін, одан сақтандырсын Аллах тағала баршамызды. Аллах тағаладан және сұрайтынымыз дүниенің жақсылығы, ақыреттің жақсылығы, дозақтан қорғасын. Субханакаллаху бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля анта, вастағфирука ва атубу илайк.